Табалдырықтағы тағдыр. Шығарма авторы Нұрбек Нұржанұлы. Өмірлік мәні бар, мағыналы әңгімелерден тұратын осы каналға видео астындағы подписация батырмасын басып тіркеліп, лайк қоя кетіңіз. Ол кезде осы бір алып мемлекеттің бір бұрышындағы шағын ғана ауылға техника, интеграция, ғылым, тіпті діннің өзі әлі дендеп ене қоймаған. Ауыл тұрғындары болса қарапайым тіршілігін жасап, жер жыртып, мал бағып, одан қалды диірменде бидай жинап, азды көпті нәпақасын тауып жатқанды. Ауылдың түтіні түзу ұшатын үйлері некен саяқ демесең, табиғатында тіл жетпес әсемдік бар. Ал кеш қарайса еркектерді жын иектей ме дүкен жағалап кететін. Бір шиша шарапты ортаға алып әр жерде бас қосатын. Олардың майханалары да сол ауыл шетіндегі төмпешік немесе көл жағасы, кейде қорасы, бірде талдың саясы болатын. Бірлері жұмыстан келген соң ғана масайтын болса, үйдегі қатын қалаштары. Сған да тоба. Байды қарағанда мейлің тапқанның жартысын ішсе, жартысын үйге келеді. Жұрттың байы құсап не тауып жатқан пұлы жоқ, сонымен қоймай арақ деп зар қақсап жатқан жоқ деп мақтанған болады. Бұндайда жұрт кімді меңзеп жатқанын түсінгендей Асанның өлме өсірген шам жанған үйіне көз тастайды. Ауыл қатындары ымырт үйірілсе болды бірінің үйін жағалап, әй, біздің шалды көрмедің бе, біздікінше деп жоғалған малын іздегендей шарбақтың алдында тұратын. Сондайда байын тапқан қатындар өрістен мал айдап келе жатыр-ау деп ойлайсың. Қолына шыбық алып песалаңдап келе жатқан үй егесін алдына түсіріп алып үйіне қарай айтақтап бара жатады. Әумесері басқа жолға түсіп бара жатса, әй, былай қарай деп шыбығын шошаңдатып арасында қайырып қояды. Сондайда қияш жұрт құсап байын үйден іздемейді. Ол жұрттан ерекеше жота мен төбені, сүрлеу соқпақты аралап шығады. Құдды бір ауру, құрттаған тоқтысы жатып қалды ма дерсің. Жоқ, баяғы сол ері кесекті іздейді дә. Ол жора жолдастарымен бір ішсе есінен танғанша ішіп алып, аяқ асты үйіне қайтуды ұйғарады, тар сүрлеуді бетке алып шыққан бойда үйіне жетпей жол ортасына жамбасын төсеп домалап, ұйықтап жатады. Ол жер қатты, суық демейді, тікен бар, біреу басып кетер, ит құс жеп кетер, онымен де жұмысы жоқ. Мұнысын көрші қолаң байқап қалды ма, кім білсін ақыры, бұл сыбыс қияшқа да жетті. Ол дастархан басында көкпеттеніп кесекке ызғарлы көз тастады. Жұрттың байы қанша жерден ішсін үйіне кіріп, табалдырықты аттаған соң ғана құлайтын көрінеді. Ал сен сүмелі көрінген жерді төсек қып жата кетесің. Бір күні мүрдеңді көтеріп келмесе кетті, артынан өз ойынан өзі шошып, тфә деп үстелдің қырын ұрғыштады. Есін жинады ма, әлде шамданып қалды ма, кесек оған қырын қарап, зілмен тәйттеп қойды. Кесек кімді айтып отырғанын іштей бағамдап тұр. Асан үйіне таңда келіп сәскеге шейін бір мызғып алған соң, қайта арақ қамымен жолға аттанады. Ал Күлзира ақша табамын деп тауық бағып, жұмыртқа сатып, картоп, қызанақ егіп, ақыға киім тігіп, не керек, әйтеу күн ұзақ күйгіліктенетте жүреді. Қасынан қуыршақ көтерген қызын екі елі тастамайды. Қызы да әрнені түсінетін болса керек, анасына болысып, қимыл әрекетімен оны қолдап тұрады. Кейде үйде көрген білгенін ойынға араластыратыны бар. Бірде қызы ойыншығын масайғандай қисалаңдатып әкелді де, қарғап-сілеп ойыншығын төсекке итере жатқызып тастады. Сосын бетін басып өтірік жылады. Бұл ойынына куә болған шешесі аз кем үнсіз ойланып терезеге қарағаны мұң екен, жол жақта қисалаңдап байы келе жатты. Бетін бері бұрып еді, ендігі қызы масайған ойыншықпен алысып жолысып төбелесіп жатыр екен. Есік боздаған ботаның даусындай ыңырси ашылды. Асан тәлтіректеп сүріне қабына көшеде кетіп бара жатса дүйім жұрт есік алды сәкіде отырып ап, алқаш Асан кетіп барады деп сөз қылады. Байқұс келінге обал десіп Күлзираны аяйды. Бірде қатын қалаштардың басы орталықтағы дүкенде қосыла қап еді, бір-біріне сып-сып өсек айтып, өтіп бара жатқан Күлзираны мүсіркеген болатын. Күлзира бұндай көзқарасты жек көргені сонша кектенгендей басын тік ұстап, кербез амандасып өте шығатын. Сондайда қияш оны тоқтатып алып, айналайын құрбыжан-ау, мен жаман болсын деп айтпаймын ғой, білесің. Осы Асан сені аямағанда, сен Асанды аяйсың ба? Одан да төркініңе бір жола кетіп қалмаймысың? Бай деген аты ғана болмаса, қолынан түк келмейді. Кім біледі төсекте де пысық емес шығар деген қуақылана. Бетім-ау, не деп малтаңды езіп тұрсың? Бай сенікі емес, менікі. Бұл үйдің түтіні ол тірі тұрғанда өшпейді. Жанымыз ашығаннан айтамыз да.
Ол енді менің шаруам деп Күлзира басын жүк көтергендей тік ұстап үйіне келетінде табалдырықтан аттай салысымен иығы кемсеңдеп ағаш еденге отыра қап алжыласын кеп. Аласан күн түнін, арман мұратын, бағдар жоспарын бір шөлмектен екінші бір шөлмекке жалғап жүре берді. Ауылда той-томалақ болса шақыртусыз-ақ еніп кететте, бір-екі бөтелкені қойын қонышына құшақтап шығып бара жатады. Оның ылғида араққа бола кез келген тірлікті істейтініне үйреніп қалған ауыл тұрғындары Алқаш Асан ананы әкел, мынаны өйт, бүйт деп қолша жұмсап алатында қас қарайғанда бір шиша шарап берсе берді. Бермесе ол да жоқ. Қор болғаны аздай шет ауылдың бұзықтары ұрып-соғып бет-аузын көк ала қойдай ғып кететін. Қарғап сілеген Күлзирамен бір алысып алады да шарабын ішіп ұйықтап кетеді. Ондайда Күлзира оған жаны ашып жарасын таңып дәрі жаққан болады. Көз шырымын сәл алған соң бас жазу қамымен түнделетіп кететте, елең-алаңда табалдырықтан аттар аттамас күрс құлап қорылдай түседі. Кезінде табалдырықта жатқанын көрген Күлзира оны сүйрелеп керуетке әзер жатқызатын. Кейін еті үйренді ме, сүйрей белі майырылды ма, жатпасаң, жатусыз қал деп үстіне жамылғы жауып қоятын болды. Жамылғыны жабуды да жұмыс көрді ме, келе-келе жаурамасаң, әдірем қат деп тиіспейтінде болды. Ауыл алқаштары басқа-басқа Асанды араларына қосуды намыс көретін. Ол жатып ішер нағыз алқаш. Ішу мәдениеті жоқ. Ішкен соң маңдай термен, адалынан ішу керек қой деп көсемсейтін. Қатындары да байларын қолдай кетіп, тіл көзіміз тасқа. Біздің бай Асандай емес, ішсе де ысырап етпейді деп бір-біріне мақтанып қалатын. Күлзира бір күн бойғы ауыр бейнеттен денесі сіресіп кеп түн баласы ұйықтайын деп төсегіне қисайып еді. Қанша жерден шаршағанына қарамастан ұйқы жарықтық жуи қоймады. Сықырлаған есікті айқара ашып байы кіріп келетін уақытты күтіп отыр. Қаншама жылдан бері Асанды осылай күте-күте еті де үйреніп қалған. Ол келген соң ғана көз шырымын ала алады. Бірақ бүгін Асан күндегіден кешікті ме, әлде қатты шаршады, матаң әлетінде әне келет, міне келет деп сандырақтап жатып ұйықтап кетіпті. Бірнеше сағаттан соң көзін ашса, күн шақырайып терезеден түсіп тұр. Түс боп қалған көрінеді, кіре берісте Асанның қарасы жоқ. Ойбай-ау, бұл бар болғырды жер жұтып қойды ма, әлде келіп қайта кетіп қалды ма деген оймен есіктен сыртқа шыға бергені сол көрші жантас жүгіріп келіп. Жеңге, жездемнің мәйіті ауыл шетіндегі сартап жолдан табылды, деді аяқ асты көктен жай түскендей абдырап. Осы кезде Күлзираның не сезінгенін тап басып айту қиын. Нешеме жылдан бері көз жасы құрғамаған ол бұл жолы жыламады. Сұп-сұр болып қан сөлсіз міз бақпай тұрды да қойды. Күлзира жерлеуден соң ешкіммен қоштаспай ауылдан бір жола кетті. Автобустың терезе жағында отырған қызы ойыншығын тізесіне қойып алып, ұйықтай ғой, әкешім, демала ғой, көкешім деп еркелете тербетіп отыр. Ауыл тұрғындары шаңдатқан сары автобусты көздерімен шығарып сап тұр. Ал сол сәт Алқаш Асан үйінің есігінде үлкен қара құлыптың тесігінде жасырынған түн бар демесең, табалдырығына күн сәулесі еркін түсіп тұрғанды.